Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін вареникидің рецебімен бөлісемін. Ол үшін бізге алдымен ыстық қайнап тұрған су қажет болады. Тұзымызды сеуіп, одан кейін сары майымызды салып ерітетін боламыз. Осы суда тез еріп кететін болады. Менде тоңазытқыштан шыққан сары май. Осылай араластырамыз, әбден жібітіп алатын боламыз. Енді бір жұмыртқаны саламыз. Бұл жерде тезірек араластыруымыз қажет, жұмыртқамыз пісіп кетпеуі керек. Одан кейін 1-2 қасық ұн салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ал оған дейін достар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Енді барлық ұнды шетінен салып тесто дайындаймыз. Бұл жерде барлығын бірдей салып жібермеуіміз қажет. Керегінше ұнды саламыз. Өте жұмсақ әрі бізде керемет тесто шығатын болады. Осыған дейін менде вареникидің тестосы дұрыс шықпайтын, өзіме ұнамай, көңілім толмайтын. Ал осы тестоны тауып алғаныма қуанып, сіздермен бөліскім келіп отыр бүгін. Өте жұмсақ және де ең бастысы, ең маңыздысы, суға пісірген кезде тесіліп кетпей, әдемі болып пісетін болады. Осындай дайын болған тестамызды енді жарты сағаттай уақытқа бетін жауып алып қоямыз. Оған дейін суда тұз салып, картобымызды пісіріп аламыз кәдімгідей. Одан кейін осылай піскен картобымыздың үстіне майды салып, жақсылап езіп аламыз. Негізі бұл жерде шыжғырылған пиязымызды салып, бұрыш қоссақ та болады, бірақ бізге еш нәрсе қоспай, тек қана картоптың өзін қосқан ұнайды, менің балаларыма әсіресе. Ал вареникидің үстіне осылай пиязды ұсақтап турап, подлива ретінде дайындаймыз. Ие қанған тестамызды осылай жайып алатын боламыз, әдеттегідей. Бұл жерде қатты жұп-жұқа болып кетпеуі қажет, кішкене қалыңдау қылып жайып аламыз. Мен осындай қалыңдықта жайдым. Енді қажет формамызды кесіп аламыз. Мен вареникиларды үлкендеу қылып жасағанды жақсы көремін. Соған байланысты мен осылай кесемен тесіп жатырмын. Сіздер қалауыңызша кішкентай қылып жасасаңыздар да болады. Және де тестамыз төмен қарап тұрған бетін алып жасаймыз. Сол кезде жақсы жабысатын болады. Ұн себілген жағы емес, астыңғы жағын алып, оған картобымызды салып, осылай видеодағыдай етіп жабыстырып шығамыз. Және де жақсылап жабыстыруымыз қажет, суға пісірген кезде ашылып кетпеуі керек. Бұрын вареникиларымды мен мантаваркаға да пісіретінмін, себебі суға пісірген кезде тесіліп, ашылып кетіп жататын, бірақ мантаваркаға пісірген кезде сухойлау болып шығады. Маған суға пісірген негізі ұнайды. Осы тестоны тапқалы өзім қатты қуанып отырмын, себебі менің қызымның бұл өте жақсы көретін тағамы. Енді дайындап болғаннан кейін қайнап тұрған суға осылай тұзымызды сеуіп, вареникиді шетінен мен қазаным кішкентай болғандықтан 5-6-таудан салып пісіріп жатырмын. Және де қайнап кеткенінше осылай араластыру қажет, себебі жабысып қалуы мүмкін. Қайнағаннан кейін 1-3-4 минутта пісіп шығатын болады. Ал достар, оған дейін менің көмегім тиіп жатса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Суынан сорғытып аламыз. Одан кейін үстіне шыжғырылған жаңағы подливамызды салып, одан кейін қаймағымызды немесе майонезімізді салып, укропымызды сеуіп ұсынамыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, міндетті түрде осы рецепт ұнайтынына сенімдімін. Назарларыңызға рахмет.